Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Досжанов Болат, Қарасай ауданы Қошмамбет ауылының тұрғынымын. Мен өзім оралманмын. 2 балам бар. Үлкені 4-ші класс, кішісі 6 жасқа толған жоқ. Әйелім қазір таңда больницада 8 химия алды. Соның үстінен қазір больницада. Көрші ағамның машинасын мен жаңағы кредитін төлеп айдап жүргенмін. Сол машинамен 2024-тің 10 август күні кешкісін сағат 8:30-9 шамаларында жауын ауа райының кесірінен жол үстіне төгілген құмға соқтығысып жол апаты орын оқиғасы алды. Сол күннен бастап іс қозғалмай 2025-тің 24 күні сотым болды. Сентябрьдің 2025-тің 2025-тің соттың несі шықты шешімі. Сонымен мені кінәлі деп танып, ішінде болған жаңа 3 жолаушым болған. Біреудің иықты, қолдары сынып, 2 кісінің. Бір 8 жаста қыздың жамбасы сынып, 3 рет ота жасалып, соның шығындарын 4.060.000 деп менің мойныма салды сот. Кінәлі деп танып. Сондықтан қазақ елінен сұрайтын көмегім осы, ол көмектеріңізді беруіңізді сұраймын. Бұл және шынайы, және өтірік, және ертең мені болағаттап, қаралап, басқа қылып жүрмеңіздер. Бұл машинаның кредиті бар. Бүгін күнге дейін төленбей тұрса, 24-тің сот үкімі болған күннен бастап, осы бүгінгі сентябрь 25-тің месіне дейін, бүгінгі күнге дейін кредит төленбей, бұл да мойнымда тұр 9 миллион. Бұның да кредиті. Мен өзім алдын квартирада тұрғанмын. Қазір мен әйелімнің апайыныңда тұрып жатырмын, Қошмамбет ауылында. Ешкімнің басына салмаса екен деп тілеймін. Барлықтарымыз, жанұямыз, бала-шағаларымыздың алдында аман жүрейік, жолда жүрсек сақ жүрейік. Осыған кінәлі болып қалдым. Қошмамбет ауылының тұрғындарына да өтініш, мені көріп жатқан ағайын жұрт, дос-жарандар болып жатса, группаларыңызға қаратсаңыздар деген үндеуім бар. Осыған байланысты елдің алдына шығудың өзі ыңғайсыз жағдай болып тұр, амалым жоқ. Сондықтан сіздерден қол көмек береді деген үміттемін Қазақстан халқына. Осыған Каспий Голд, міне осы нөмірге қол көмектеріңізді бере аласыздар. Алла разы болсын Қазақстан халқына да, Қошмамбет ауылының тұрғындарына да қол көмек берем деген жандарға осы міне мен әйелім сенбесеңіздер, мынау инвалидностьте қағазы міне сенбесеңіздер, ертең күні жаңа айтып жүрмеңіздер. Міне тағы да мынау химия алғандары, мына жерде 8 химия алды, 8 қағаздары бәрі. Бұның бәрі шынайы, мұқтаждығымнан шығып жатырмын елдің алдына. Амалым жоқ, себебі баспанам жоқ. 2 балам кішкентай. Менің өзім төс сүйегім сынды, 3 қабырғам, сол 3 қабырғам сынды, сол қолым тігілді, міне қазір күнге дейін қолым ісіп жүр. Сол себепті де қазақ халқынан көмек сұраймын.